Сәлем достар, қазір сіздермен небәрі 10 минут уақытыңызды ғана алатын, жасалуы өте жеңіл әрі өте дәмді осындай шоколадты кекстер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ өнімдерімізді салып аламыз. Ұн, қант, какао, шоколад және де разрыхитель. Осыларды жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Кейін бөлек ыдысымызға сұйық өнімдерімізді салып аламыз. Жұмыртқа, сүт және де алдын ала ерітілген сары май. Бұларды да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Кейін осы сұйық массамызды құрғақ массаның үстіне құямыз. Шатастырмаймыз, сұйық массаны құрғақ массаның үстіне құямыз және де құйғаннан кейін бірден тездетіп араластырып алуға тырысыңыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осындай өте қоймалжың бір масса шығады бізде. Кейін дайын болған массамызды формамызға құямыз. Үйіңізде бар кез келген кекстерге арналған форманы қолдансаңыз болады. Менде осындай арнайы кекске арналған протеин. Үстіне қағаздарын қойып шықтым. Жұқа қағаздар. Алынуға да жеңіл болу үшін және де дастарханға да бұлармен өте әдемі көрінеді. Егер болмаса, сіз сұйық маймен майлап бірден құя берсеңіз болады. Әрбір формаға бір үлкен ас қасықты толтырыңқырап салып шығамыз. Пісу барысында 2 есе көтеріледі, соны ескере отырып салып шығамыз. Алдын ала қызған пеште 190-200 градуста 15 минутке пешімізге салып аламыз. Мінекей біздің кекстеріміз дайын болды. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.